Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сыныптың математика пәні 83-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Бүгінгі сабақта сендер әртүрлі арифметикалық амалдары бар өрнектердің мәнін табуды, көбейту мен бөлудің компоненттер арасында өзара байланысты анықтауды, санға көбейту кестесін құруды және оны есептеулерді қолданасыңдар. Ақшамен әртүрлі әрекеттер орындауды, көбейту және бөлу амалдарына берілген есептерді шығаруды үйренетін боласыңдар. Бірінші тапсырма. Өрнектердің мәнін тап. 200 бен 3-тің көбейтіндісі 600-ге тең, 57 мен 39-дың айырмасы 18-ге тең, 300 бен 5-тің бөліндісі 60-ға тең, 64 бен 27-нің қосындысы 91-ге тең, 200 бен 4-тің бөліндісі 50-ге тең, 100 бен 3-тің көбейтіндісі 300-ге, 23 бен 57-нің қосындысы 80-ге, 84 бен 26-нің айырмасы 58-ге тең. 45 бен 30-дың қосындысына 15-ті қосып, оған 10-ды қосқанда болады 100. 35 бен 5-тің бөліндісі 7-ге тең, 7 мен 4-тің көбейтіндісі 28-ге тең. 33 бен 14-тің қосындысына 26-ны қос, тең болады 73. Екінші тапсырмаларды орында. Бөлінгіш 28, бөліндінің мәні 4, бөлгішті тап. Бөлгішті табу үшін 28 бен 4-ті бөлеміз. 7-ге тең болады. 9 бен 5 санының көбейтіндісінің мәні неге тең? 45-ге тең. 27 мен 3 санының бөліндісінің мәні неге тең? 9-ға тең. 4 санын 5 есе арттырса, қандай сан шығады? 20 шығады. 18 санын 2 есе кемітсе, қандай сан шығады? 9 шығады. Үшінші тапсырма. 9, 5 және 45 сандарын пайдаланып, тура теңдік құр. 9 бен 5-тің көбейтіндісі 45-ке тең. Көбейткіштердің орнын ауыстырамыз. 5 бен 9-ды көбейтеміз, 45. 45-ті 9-ның бөліндісі 5-ке тең, 45 бен 5-тің бөліндісі 9-ға тең. Төртінші тапсырма. Көбейту кестесін пайдаланып, өрнектердің мәнін тап. 7 мен 2-нің көбейтіндісі 14-ке тең. 9 бен 5-тің көбейтіндісі 45-ке тең. 7 мен 2-нің көбейтіндісі 14-ке тең. 5 бен 9-дың көбейтіндісі 45-ке. 14 бен 2-нің бөліндісі 7-ге. 45 бен 9-дың бөліндісі 5-ге. 14 бен 7-нің бөліндісі 2-ге. 45 бен 5-тің бөліндісі 9-ға тең болады. Алтыншы тапсырма. Есептерді шығар. 3 қораптың әрқайсында 5 кәмпиттен бар. Осы қораптарда барлығы қанша кәмпит бар? Шарты. Қорап 3, кәмпит 5. Барлығы неше? Ол үшін шешуі 3 пен 5-нің көбейтіндісі 15. Жауабы барлығы 15 кәмпит бар. Алтыншы тапсырманың әсі. 12 алма 3 тәрелкеге тең бөлініп салынды. Әр тәрелкеге қанша алмадан салынды? Шарты. Барлығы 12 алма, тәрелке 3, әр тәрелкеде неше алмадан? Шешуі 12-нің 3-ке бөліндісі тең болады 4. Әр тәрелкеде 4 алмадан салынды. Жетінші тапсырма. Амалдарды орында. 500 теңге мен 200 теңгенің қосындысы 700 теңге. 20 теңге мен 5 теңгенің айырмасы 15 теңге. 30 теңгеге 100 теңге мен 70 теңгенің айырмасын қосамыз. Мәні 60 теңге. 80 теңгенің айырмасынан 50 теңге мен 20 теңгенің қосындысын азайтамыз. Тең болады 10 теңге. 8-ші тапсырма. Есепті шығар. Сәкен дүкеннен сурет дәптерін сатып алды.
Ол сатушыға 200 теңгелік 2 монета берді. Ал сатушы оған 100 теңге қайтарды. Сурет дәптері неше теңге тұрады? Шарты: берілді 200 теңге қосылған 200 теңге тең 400 теңге. Қайтарды 100 теңге, сурет дәптер белгісіз. 400-ден 100 теңгенің айырмасы 300 теңге. Жауабы сурет дәптер 300 теңге тұрады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.